Can you help me, sir? Yes, I can. Не айтып тұр деп ойлап жатқан шығарсыздар, иә? Яғни бүгін өтетін дүниеміз can мен can't. Яғни істей алу, істей алмауды білдіретін модальді етістіктерді өтетін боламыз. Кеттік. Әдетте біз бір нәрсені істей алатынымызды көрсететін болсақ, етістіктен алдын can'ді қоя саламыз. Мысалы, I can play tennis. Яғни мен теннис ойнай аламын. Немесе I can cook. Мен тамақ істей аламын деген мағынаны береді. Яғни оңай етістіктің алдына can'ді қоя саласыз істей алатын болсаңыз. Ал егер істей алмайтын болсаңыз, ол кезде cannot дейді, қысқарып can't болады да, сонда I can't cook. Мен тамақ істей алмаймын. Немесе I can't play tennis. Немесе I can't play football. Яғни мен футбол ойнай алмаймын, теннис ойнай алмаймын деген мағынаны береді. Ешқандай бір қиын дүниесі жоқ. Енді сұраулы формада қалай болады деген ой келуі мүмкін. Сұраулы формада can'ді алдына шығара саламыз. Мысалы, I can play tennis. Мен теннис ойнай аламын. Ал мен теннис ойнай аламын ба деп сұрайтын болсақ, can I play tennis? Яғни мен теннис ойнай аламын ба деген сөз шықты. Немесе екінші жаққа қойып айтып көрейік, мысалы, you can cook. Сен тамақ істей аласың. Сен тамақ істей аласың ба дейтін болса, can'ді сөйлемнің алдына шығарамыз да. Can you cook? Яғни сен тамақ істей аласың ба деген сөз шықты. Ешқандай бір қиын дүние жоқ. Көп практика керек, сонымен сіздер бұл дүниені үйреніп алатын боласыздар. Енді осы жерде өткен шақ формада қалай қолданамыз деген сұрақ пайда болуы мүмкін. Мысалы, мен кеше келе алдым, мысалы, айтып көрейік. Мысалы, мен келе аламын да айтып көрейік бірінші осы жақта, одан кейін өткен шаққа ауыстырамыз. I can come. Яғни мен келе аламын. Ал мен келе алдым болса, can could-ке ауысады. Мына жерде L болғанымен, бірақ ол оқылмайды. Could деп оқылады. I could come. Дәл сол сияқты істей алмасаңыз, мысалы, мен келе алмаймын деп айтсаңыз, I can't come. Яғни мен келе алмаймын. Ал мен келе алмадым кеше дейтін болсаңыз, I couldn't come yesterday. Яғни не болды? Could-ті қоясыз болымсыз формасында. Өте бір оңай деп ойлаймын. Тағы да бір мысал беріп көрейік өткен шаққа байланысты. Could'тің қолдануына байланысты, немесе couldn'тің қолдануына байланысты. Мысалы, мен 2 күн бұрын теннис ойнай алмадым. Мысалы, мен не істейміз? I couldn't play tennis 2 days ago. Яғни 2 күн бұрын теннис ойнай алмадым деген мағынаны береді. Енді, ал егер ойнай алдым болатын болса, I could play tennis 2 days ago. Яғни оп-оңай. Құрметті үйренушілер, төмендегі тапсырмаларды орындаймыз. Тапсырманы орындау барысында сіздерге бұл дүниені түсіну оңайға соғады деген ойдамын. Назар аударғаныңызға рахмет.